Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Есімім Дылмұрат, математика пәнінің мұғалімі боламын. Бізде бүгін теңдеулер жүйесіне байланысты аудандық олимпиадада келген олимпиадада дайындық есептерін талдайтын боламыз. 3-4 есепті. Енді бірінші есепті талдайық. Бірінші есебіміз қарапайым есептер, бірақ шамалы ойлануды қажет етеді. Олимпиада есептері болғансын. Қарапайым әдісті пайдаланайық. Бұл жерде теңдіктің екі жағына бір деген санды қосып шығайық. Сол кезде мына 19-ға 1-ді қосатын болсақ 20 болады бірінші теңдікте. Бұл жерде 1 қосылып тұр, мына жерге 1-ді қосайық, 15 болып тұр. Теңдіктің осы жағына енді y-ті мына жерде жақсы сыртына шығарып қоятын болсам 1 плюс x болып тұр. 1 плюс x-ті көбейткішке жіктеуге болады. Z-ті жақсы сыртына шығарып көбейткішке жіктеуге болады 1 плюс y деп. Дәл осылай үш теңдікті де осылай көбейткіштерге жіктеп алуға болады. Енді көбейткішке жіктеп алдық. Мына бірінші теңдік, екінші теңдік, мына үшінші теңдік деп айтайын. Бірінші және екінші теңдікті көбейтіп, үшінші теңдікке бөлу арқылы айнымалыларды табуға болады. Егер 1 мен 2-ні көбейтіп 3-ке бөлетін болсам, бізде мынандай түрге түрленеді. 1 плюс x, 1 плюс y, 1 плюс y және 1 плюс z-тің көбейтіндісі бөлеміз 1 плюс z, 1 плюс x-ке. Бұл жерде 1 плюс x пен 1 плюс x-ті қысқартсақ, және 1 плюс z пен 1 плюс z-ті қысқартсақ, мына екеуіні 5-ке қысқартсақ, бұл жерде 4 қалады. 15 пен 12-ні 3-ке қысқартсақ, бұл жерде 4 қалады. Сол кезде бізде пайда болады 1 плюс y-тің квадраты тең 16. Егер квадратты бір алатын болсақ, теңдіктің екі жағынан бірдей, ол кезде 1 плюс y-іміз тең болады плюс минус 4-ке. Енді біз не істейміз? Y-ті табу үшін бірді теңдіктің оң жағына өткізетін болсақ, y1-іміз 3, y2-іміз минус 5. Дәл осы әдісті егер 1 мен 2-ні қазір көбейткен болсақ, бірінші және екінші теңдікті көбейткен болсақ, енді 2 мен 3-ті көбейту арқылы, 2 мен 3-ті көбейтіп 1-ге бөлу арқылы басқа айнымалыларды табуға болады. 3 пен 2-ні көбейту арқылы. Немесе 1 мен 3-ті көбейтіп 2-ге бөлу арқылы. Енді басқа да методтары бар. Методтары мынандай методты қолданып кетуге болады. Y1-дің орнына 3-ті қою арқылы, Y-дің орнына 3-ті қою арқылы x табуға да болады. 1 плюс x-іміз болады. Сол кезде 3-ке 1-ді қоссақ 4 көбейту 4 тең 20. Бұл жерден 1 плюс x-іміз тең болады 5-ке, және x1-ім тең болады бұл жерде 4-ке. Және y-дің орнына минус 5-ті қою арқылы, біз келесі 1 плюс x болады минус 4-ке көбейтіндісі, және ол 20-ға тең. 1 плюс x-ім болады, сол кезде минус 5-ке, x2-ім болады минус 6-ға. Осылайда x1, x2-ні табуға болады. Және z-ті дәл осы әдіспен x-дің орнына 4-ті қою арқылы, 4-ті қоятын болсақ, 1 плюс 4-іміз ол 5-ке тең. Мына жерден шығатын мән 5-ке тең. 1 плюс z-ім сол кезде болады 15-ке тең болса, z1-ім сол кезде 15-ті 5-ке бөлсек 3 және 2-да. X-дің орнына екінші мәнді қоятын болсақ, минус 6-ны қоятын болсақ, 1 плюс z-ім сол кезде болады 15 бөлінген минус 5-ді. Z2 сонда шығады 15-ті минус 3, минус 1 мына жағы өтсе, минус 4. Осылайды табуға болады Z1, Z2. Енді келесі есепті талдайық. Бұл да басқаша әдісті қажет ететін теңдеулер жүйесінің бірі, стандарт емес.
әдістер керек бұл жерге де. Бірінші және екінші теңдікті қосатын болсақ, бізде мынандай нәрсе пайда болады. Так, енді бұл теңдеулер жүйесінде так, бірінші және екінші теңдікті қостық. Енді мен бұл теңдікті мына түрге түрлендіруіме болады. 2х квадраттың орнына мен x квадрат плюс x квадрат деп екі бөлек жазып тұрмын. Және мына қысқа көбейту формуласы екенін ескерсек, мына тұрғанда қысқа көбейту формуласын пайдалансақ, осы жерде бізде x плюс y-тің квадраты плюс x минус 1-дің квадраты тең 0 деген шығады. Және бұл теңдік квадраттан еш уақыт теріс болмайды. Және x плюс y-ті 0-ге теңестіру арқылы x тең минус y-ге тең екенін білеміз. Және x минус 1-ді 0-ге теңестіру арқылы x тең 1 екенін табамыз. Және y-міз минус 1 дейді. Енді осы жауапты жазудан алдын тексеріп көрейік. X-тің орнына 1-ді қоятын болсақ, 2 көбейткен 1-дің квадраты плюс минус 1-дің квадраты ол 4-ке тең ба? Қарасақ, бұл жақта теңдіктің сол жағы 3 болып тұр, және ол 4-ке тең емес. Бұлдан шығатын нәтиже жауабы шешім жоқ деп қалдырамыз. Шешім жоқ. Енді келесі теңдеулер жүйесі, бұл да шамалы басқаша шамалы әдіс пайдалануға тура келетін есептердің бірі. Бірінші тәсіл, шығарудың бірінші тәсілі, яғни 3 айнымалысы бар, бірақ 2 теңдеу. Так, енді мен осы бірінші теңдікке 4 деген санды көбейттім. Мына жерде 4 деген санды көбейтіп тұрмын. 4 көбейтетін болсам, ол кезде 24 шығып тұр. Мына жерде 4 деген санды шығып тұр. Енді бірінші теңдіктен екінші теңдікті азайту арқылы, так, бізде не пайда болады? Немесе екінші теңдіктен бірінші теңдікті азайтайын. Сол кезде бізде пайда болады. Так, екінші теңдіктен бірінші теңдікті азайттық. Сол кезде осындай түрленіп тұр. Енді бұл теңдікті де шамалы түрлендірейін. Яғни мына минус 12 дегенді теңдіктің оң жағына өткізу арқылы, және бұл плюс 12 бұл өтсе теңдіктің оң жағына, және бұл дегенді 12 деген 4 плюс 4 дегені жазып отырмын. 1 4, мына жерде екінші 4, және мына үшінші 4. Қарасақ, мына тұрғанымыз қысқа көбейту формуласы. Қысқа көбейту формуласын пайдалансам, бізде осындай өрнек пайда болды. Осындай теңдеу пайда болды. Енді бұл тек x минус 2 тек 0 болған жағдайда, және y минус 2 тең 0 болған жағдайда осы теңдік орынды болады. z минус 2 тең 0 болғанда, яғни жауапты жазайық. x, y, z дегеніміз 2-ге тең. Енді екінші тәсілді пайдаланайын осы теңдеулер жүйесі үшін. Екінші тәсіліміз, екінші тәсіл шешудің x плюс y плюс z-ті квадраттайын. Сол кезде мына жерде квадраттайтын болсақ, бізде пайда болады. Квадраттау арқылы бізде пайда болады мына бірінші теңдік, мына екінші теңдік. Енді бұл жерде x плюс y плюс z 12 екенін ескерсек, және мынаның орнына 12 деген санды қоя салсам болады. Осы жерге так, енді сол кезде бізде мынандай теңдік пайда болады. Және 12 дегенді мынаны 12 минусқа өткізетін болсам, теңдіктің оң жағына бізде пайда болады. Осын 24 2x y 2yz және xz 24-ке тең. Және оны 2-ге бөліп жіберсек, бізде пайда болады x y плюс yz және xz 12-ге тең болып тұр. Және x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат та 12-ге тең болып тұр.
Енді мен мынандай нәрсе пайдалануыма болады. Так, x квадрат, y квадрат плюс z квадратта 12 тең, және мынада 12 тең. Теңдіктің екі жағын 2 көбейтіп, мен теңдікті мына тұрған мысалы үшінші теңдікті бір жазбайын, үшінші теңдікті мына түрге түрлендіріп тұрмын. Яғни мынаның барлығын теріс таңбамен өткізіп, және x квадрат дегенде x квадрат, және мына жерде тағы x квадраттың қосындысы, y квадраттың 2-нің қосындысы, z квадраттарымыз тұр. Енді бұл дегеніміз мынандай қысқаша көбейту формуласы. Мына үшеуін бір топтастырсам, мына үшеуін топтастырсақ, және мына үшеуін топтастыратын болсақ, бізде пайда болады x минус y-тің квадраты, y минус z-тің квадраты, және z минус x-тің квадраты тең 0-ге. Және бұл теңдік қай жағдайда орынды болады? Яғни барлығы 0-ге тең болғанда. Және жауапты жазайық. Тұрған төртінші теңдік орында, егер мына 0-ге тең болса, және мына 0-ге тең болса, мынамыз 0-ге тең болған жағдайда. Және бұл жердің көруі болады, x, y және z-іміз бір-біріне тең екенін білуге болады. Және есепке қоятын болсақ, x, y, z-іміз 0 екенін көруге болады. 2 екенін көруге болады. Сонымен тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтар болса комментарийді күтеміз. Лайк басып, қолдау көрсетіп, каналға тіркеліп отырайық. Жақсы, рахмет.